қарапайым халыққа қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз. Қазақша екі сөздің басын құрай алмаған шенеунік көпшілік алдында ұятқа қалды. Бұл туралы Экспресс-ка жазды. Бұл жігіттің есімі Біржан Әбдірахманов. Аты да, заты да қазақ. Ақмола облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметкері. Республикалық телеарналардың бірінде тікелей эфирде сұхбат береді. Айтар ойын қағазға алдын ала түсіріп алған ау деймін. Көзін камерадан ала қашты. Мәселе ауыз су туралы. Біржан мырза қазақша сөйлей алмай жатқанын мойындап, байланысты үзді. Кешіріңіз, мен айта алмай жүрмін. Ол тұста Ахмет Байтұрсынұлы, кешір бізді. Айтпақшы, мемлекеттік тілді меңгеру үшін депутаттарға бюджеттен, яғни сіз бен біздің ақшамыздан 27 миллион теңге бөлініпті. Айтыскер ақын Аспанбек Шұғатаев мұның абсурд екенін, ана тілін менсінбей депутат министр болған бетсіздерді талай көргенін айтты. Ақын өз наразылығын өлең арқылы жеткізді. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресс-ка жаңалықтары, уақыттар.